Бөлім махаббат пен абырой. Сабақтың тақырыбы Бауыржан Момышұлы ұшқан ұя ұлағаты. Сабақтың мақсаты шығармашылық жазылым тапсырмасын орындау. Бағалау критерийі: шығармадан алған үзіндерді қайта өңдеп креативті жаза алады. Асыл әжем сөзін жазған Қадыр Мырзәлі әнін тыңдап, мына өлең жолдарына назар аударып, сабақ тақырыбымен байланыстырыңдар. Мен өзіңнен қабылдаппын сүюді, мен өзіңнен қабылдаппын күйеуді, сенің жаның жүрегіме ораулы, менің жаным жаулығыңа тиюлі. Бірінші тапсырма: білу қажет кестесін толтырыңдар. Бізге не белгілі, біз не білеміз, бізге нені білу қажет, біз мұны қалай анықтай аламыз? Екінші тапсырма: креативті жазу. Бірінші қадам: оқушылар, әжемнің осылай болған екен деген сөздері мені бірде ғасырлардың шыңырауына сапар шектірсе, бірде құс қанатындай демеп, ілгері ұмтылдырады, биікке самғатты деген жолдардың мағынасын жобымен талдайды. Әсіресе мына тіркестерге ерекше назар аударады. Ғасырлардың шыңырауына сапар шектірсе, құс қанатындай демеп, ілгері ұмтылдырады. Екінші қадам: Батыр Бауыржанның өнегелі өмірі туралы жазба жұмысын әжесі айтқан аңыздар мен әке әңгімесінің өсиетімен, үлкендердің өнегесімен байланыстыра отырып орындаңдар. Дескриптор: кестені толтырады, үзіндіні талдайды, жекелеген сөздердің мағынасын ашады, батыр бейнесімен байланыстырады, креативті жаза алады. Рефлексия: сабақ мазмұны қызықты емес, ұнады, ұнаған жоқ, пайдалы, пайдасы аз.